Сәлем достар, сіздермен мен. Бүгін Джейстайл. Қазір Қазақстанда коронавируске байланысты карантин болып жатыр. Өздеріңіздің көздеріңіз көріп отыр ғой. Осы кезде кейбіреулер жұмыстарынан да айырылып қалып жатыр. Не жағдай жастарын білмей, өздерін қалай ұстарын да білмей жатыр. Енді осындай кезде ең құрмаса менің шамал болсын да септігім тисін деген ниетпен шамалы болсын көмектесейін деген ниетпен шамалы ақша табудың, интернеттен оңай ақша табудың жолдарын көрсетейін деп отырмын. Енді бүгінгі программамыздың аты ВК-таржет деп аталады. Сол программа арқылы ақша табатын боласыздар. Бұл ең оңай жолы әрі ең жылдам жолы деп атасам да болады. Мысалы, бір аптаның ішінде 150 теңгедей табуға болады. Оның өзі де сіздерге пайда. Бір аптаның ішінде ең құрмаса 150 теңгенің өзі де керек қой, енді қанша дегенмен. Енді бұл бір ғана программаның өзі 150 табатын болса, қалған программалардың бәрімен мысалға бір аптаның ішінде мысалға 10 мың теңге тауып алуларыңызды мүмкін. Басқа программаларды да мен сіздерге көрсететін боламын. Енді бұның ерекшелігі неде? Енді кірген кезде, ВК-таржет бағдарламасына кірген кезде регистрация жасау бөлімі ең оңай болып саналады. Регистрация жасар кезде мына жерге емайлыңызды жазасыздар, өздеріңіздің қалаған емайлдарыңызды жазып қалдырасыздар да, пароль және подтверждение пароля дегенді басып, екеуінің паролін жазасыздар, құпия сөз бірдей қылып, және мынау исполнитель дегенді қала беретін болады, және я согласен с условиями, және регистрация бөлімін таңдай бересіздер. Бұны бітіргеннен кейін сіздер ішіне кіреді, арнайы бөліміне кіреді, және сіздерге одан кейін Telegram бағдарламасын жазып, сол арқылы ақша тапқан сіздерге ең оңай жолы деп айтамын. Telegramнан ақша табу, мысалға қарап отырсаң, ең жақсы жолдардың бірі. Енді Chromeға кіресіздер де, бағана ВК-таржеттің листісін қалдырып кетемін, яғни оның арнайы несін сайтын қалдырып кететін боламын. Құдай сақтасын, сөйлеуді ұмытып қалыппын. Сосын артыншала настройки дегенді көріп отқандарыңыздай настройканы басып, мына жерде тұрған мынау ВКонтакте, Одноклассник, Твиттер, YouTube өздеріңізде болса соларға тіркейсіздер. YouTubeға мысалға кейбір нелерде шаг бар, шагқа байланысты получить сообщение дейсіздер де. Мына жерге сізге мына комментарий шығады, мына комментарияна осыны копировать етіп аласыздар да. Мынау төменде тұрған YouTube ссылкасына барып, сояққа комментариясына қалдырып кететін боласыздар осыны. Копировать етіп, вставить етіп тастап кеткендеріңіз оңай жолы. Және бұда ақша табам десеңіздер, Telegram. Ең оңайы осы ВК-таржеттің ішінде Telegram болды. Мынау көріп отқан ссылканы аласыздар, яғни мен бұны төменгі ссылкаға қалдырып кетем. ВК-таржеттің де мына осы Chromeдағы листінде сіздерге қалдырып кететін болам. Осына қалдырып кететін болам. Сосын Telegram арқылы ақша табу ең оңай жолы деп айтайын. Ең оңай осы. Енді міне осы ВК-таржет соның боты, осы жерден ақша табуға болады. Мысалға қарап отырсаңыздар, менің өзім бір аптаның ішінде 22 рубль тапқанмын. Оның өзі бір жетістік деп түсінемін негізі. Бір программаның өзінде 22 рубль тауып, қалғандарынан да мысалға бірнеше рубльден тауып болсаңыздар, бұл да біраз ақшаны шығарып алуға болады. Бұл жерде задание дегендерді басасыздар да, өзінің арнайы заданиясын береді. Каналға немесе сообществоға тіркеліңіз деп, сол арқылы сіздер тіркеліп отыратын боласыздар. Және вывести деньги. Ақшаны қалай шығарып алуға болады? Новый кошелек. Міне ақшаны шығарып алудың жолдары Kiwi, Hotmoney, Payeer, Steam, мобильный телефон, Яндекс және Adcash. Яғни Kiwi мен Яндекс екеуін алатын болсақ, мысалы бұларға идентификация жасау керек. Өздеріңіздің индеріңізді, тағы да басқаларыңызды тіркейсіздер. Ал ең оңай жолы Payeer деп түсінемін. Мысалы өзімде Payeer жолын таңдар едім, және таңдаймын да ақшаны шығарып алам ертең Payeerге. Осы арқылы шығарып алатын боласыздар. Ең оңай жолы осы ВК-таржет бағдарламасы деп түсінемін. Одан кейін тағы да бірнеше тегін ақша табу жолдарымен тегін интернетті де қатарына салып отыратын болам. Қазір қанша дегенмен балаларды оқыту керек, балаларды оқитын кезде
Zoom деген программаны немесе тағы да бірнеше программаны таңда деп жатыр. Солар арқылы онлайн сабақ өткізу керек. Сондай кезде қалай тегін интернет арқылы пайдалануға болады, мен сол жайлы көрсететін боламын. Және мен Мафия Каз деп тұрам, мына мені көріп отырсыздар өздеріңіз. Бұл менің группамның бірі. Бұл жерде ойын ойнауға да болады, мысалы бізбен сөйлессеңіздер де болады. Сондықтан осыған мен де ссылкасын тастап кететін боламын. Ал достар, сіздермен болған мен бүгін Jay Style. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, және подписаться кнопкасын басып, және менің видеоларымды басқаларға таратсаңыздар да бір жағынан жақсы болар еді, себебі маған да бір жағынан қолдау болып қалар еді. Ал достар, сау болыңыздар, сіздермен болған Jay Style.